Сәлем достар, менің аты жөнім Динара Молдағайыпова, мен Кусто Агро компаниясының субсидиялау бойынша менеджерімін. Ел байлығы курсына қош келдіңіздер. Сізге жұмыс барысында және субсидиялауға өтінім беру үшін қажет болатын электрондық цифрлық қолтаңбаны алу үшін сізге электрондық үкімет порталына кіру қажет болады. Мұнда өзіңізге жұмыс істеуге ыңғайлы тілді таңдайсыз. Ол мемлекеттік қазақ тілі немесе орыс тілі болуы мүмкін. Әрі қарай төмен түсіресіз және ЭЦК-ны қашықтан алуды табасыз. Оған шертіңіз, сосын ЭЦК-ны қашықтан алу немесе бұлтты ЭЦК қашықтан алу, соның бірін таңдайсыз. Қызметті таңдаңыз. Көңіл аударыңыз, мұнда бейне нұсқау бар, соны қосымша қарай аласыз, немесе жеке және заңды тұлғалар үшін жазбаша нұсқаулықты жүктеп алуыңызға да болады. Онлайн сұрауға басасыз. Мұнда ұсынылған нұсқалардан мекемеңізге байланысты таңдайсыз. Ол БСН арқылы жұмыс істесеңіз заңды тұлға. Егер сіз жеке сәйкестендіру нөмірі, яғни ЖСН арқылы тіркелген болсаңыз, онда ол жеке тұлға. Біз мысалға заңды тұлғаны қарастырамыз. Мұнда электронды цифрлық қолтаңбаны кім алатындығын таңдайсыз. Ол мекемеңіздің бірінші басшысы болуы мүмкін және қол қою құқығы бар қызметкерлеріңіз болуы да әбден мүмкін. Электрондық цифрлық қолтаңба тіркелетін қызметкерді таңдаған соң, сіз мекеменің БСН-ін енгізесіз. Сосын сұраныс жібересіз. Сұраныс жібергеннен кейін сіздің басшыңызға тіркелген телефон нөміріне бір реттік құпия сөз келеді. Сіз сол тексеріс кодын енгізіп, құпия сөзді тексеруіңіз керек. Сіз тексерістен өткеннен кейін сәйкестендіруді өтетін құжатты таңдайсыз, яғни сізде бар құжатты таңдайсыз. Және ЭЦК-ны алуға өтуді басасыз. Өзіңіздің тіркелген телефон нөміріңізді енгізу қажет. Код алуды шертуіңіз керек. Сізге SMS түрінде келген кодты енгізіңіз. Сосын камера арқылы түріңізді сәйкестендіруге өтуіңізге болады. Камера қосылғаннан кейін сіздің тапсырмаңыз нұсқаулыққа еру. Бастауды шертесіз, сосын нұсқаулыққа ересіз. Яғни камераны не жақындатасыз, не алыстатасыз. Тіркеуден өткен болсаңыз, тиісті хабарландыру шығады. Әрі қарай сізде рұқсат сұратымы болады, яғни ұлттық куәландыру орталығы жеке куәлігіңіздің ақпаратын және мобильді мәліметтер базасында тіркелген телефон нөміріңізді тексеріске сұратуда. Мұнда сіз рұқсат беруді басуыңыз қажет. Рұқсат бергеннен кейін сізде Қазақстан Республикасының куәландыру орталығының пайдалану келісім шартына қол қою туралы хабарландыру шығатын болады. Осы құжат қағаз және орыс тілдерінде ұсынылған. Сізге онымен танысу қажет. Және келіскен жағдайда белгі қойып, бұл құжатқа қол қою жайлы растауды бассаңыз болады. Әрі қарай сіз ЭЦК-ны алып жатқан мекеменің барлық ақпараты шығады.
және сізге жұмыс істеп тұрған және тіркеу кезіндегі қолыңыз жететін электронды поштаңызды енгізу қажет болады. Осыдан кейін сіз электронды цифрлық қолтаңбаға апаратын жолды сақтайтын қойманы таңдаңыз. Біз тексерісті өттік және енгізілген пошта ертеректе тіркелгендігін көрсетті. Сондықтан поштаны ауыстырамыз және рәсімді қайталаймыз. Сақталатын жерді көрсетеміз, яғни сол электронды цифрлық қолтаңба сақталатын папканы көрсетеміз және папканы таңдауды шертіңіз. Сосын растауды басасыз және деректеріңіздің жүктелгенін күтуіңіз керек болады. Осыдан кейін сіздің тіркелгендігіңіз жайлы ақпарат пайда болады және ағымдағы өтінімнің күйі өтінім АЖОК-да қол қойылуда. Осы күй өзгергеннен кейін сіз күйдің өтінімге байланысты шығарылған тіркеу куәліктері деп өзгергенін көретін боласыз. Сертификаттарды жүктеуді басасыз. Сіздің электронды цифрлық қолтаңбаңызға құпия сөзді ойластыру және оны растау маңызды. Құпия сөзді жазып алу және енгізген кезде қателіктер жібермеу өте маңызды. Сондықтан мұқият болуыңызды қалаймыз. Және растауды басасыз. Сіздер сертификаттардың табысты қондырылғандығы жөнінде және кілттерінің қолдануға дайын екендігі туралы хабарлама шығады, яғни келешекте осы электронды цифрлық қолтаңбамен өтінімдерге қол қоя аласыз және қажетті жүйелерде тіркеле аласыз.